Сенің атың Хадиша. Саған құда түсуге келе жатыр. Дайындал. Қош келдің, қызым. Бақытты болыңдар. Хадиша, анам саған аманат. Бекем бол, қызым. Алланың жазуы. Жесір қалдың ау, қызым. Апа немереңіз де әкесінің соңынан кетті. Қызым, сен әлі жассың. Өлгеннің артынан өлмек жоқ, мен сенің бағыңды байламайын. Қызым, менің ұлым Батырхан. Сен қарсы болмасан, саған құдай түсуге келіп отырмыз. Ұлым 35 жаста, лауазымды қызметкер. Ия, тұрмыс құруға келісемін. Жұмыспен Москваға бара жатырмын. Сен де ел көріп қайт. Хадиша, сенде бәрі жақсы ма? Мен ұлды болдым. Апа, немереңізге есімін қойыңыз. Сенің атың Шәкәрім. Батырхан, саған не болды? Сізде тамақ ауруы. Асқынып кеткен. Біз сізге көмек бере алмаймыз. Жұлдырмашы шашыңды. Өзі ауырып жатқанда. Тиіспеші. Ойнай берсін. Маған салқын су әкелші. Ішім өртеніп барады. Жалғыз ұлым саған аманат. Менің уақытым біткен сияқты. Қарағым ау, 21 жасыңда. Екінші рет жесір қалдың ау. Ассаламу алейкум. Марқұм күйеуіңіздің құжаттарына келдім. Қарағым, енді қалай күн көреміз? Үйге асыраушы керек қой. Жоқ, Батырханнан қалған жалғыз тұяқты ешкімге жәутеңдетпеймін. Өзім жұмыс істеймін, енді тұрмыс құрмаймын. Шырағым ау, әйел адамды кім жұмысқа алады? Апа, мен наубайханаға жұмысқа тұрдым. Наубайхана басшысы мені Ақтөбеге оқуға жібермекші. Мен келгенше аман сау болыңыздар. Оқуға қош келдіңіздер. Оқу ұзақтығы 6 ай. Хадиша, сенде бәрі жақсы ма? Жүр, сені отырғызайын. Хадиша, ішің неге ауырып тұр? Бәрі жақсы. Уайымдамаңыз. Сіздің аяғыңыз ауыр, 3 ай уақыт болған. Хадиша, сенде бәрі дұрыс па? Дәрігер не деді? Менің аяғым ауыр, күйеуім осыдан 3 жыл бұрын қайтыс болған. Мен елге қай бетіммен қараймын? Қарағым ау, сенің басың жас, сені ешкім де кінәламайды. Жоқ, босанған соң Ақтөбеге тастап кетемін. Баланы маған беріп кет. Тастама баланы. Баланың саған көмегі көп тиеді. Хадиша, баланы маған беріп кетесің бе? Есімін өзім қойсам бола ма? Ия, есімін қойыңыз, бірақ мен ойландым. Баланы қалдырмаймын, апам мені түсінер деп сенемін. Баланың есімі Райхан болсын. Сау бол, Хадиша. Сау болыңыз, апа. Қарағым ау.
Апа, мені кешіріңізші. Хадиша, ау, масқара. Елге қай бетімізбен қараймыз? Құдағи, Хадишаны жазғырмаңыз. Сәбидің не жазығы бар? Шәкәрімге серік болсын қабылдадым. Қызым қателескен шығар, қызымды кештім. Келіңіздер, ыстық нан мен шай ішейік. Хадиша, демалыссыз не үшін 3 тәулік жұмыс жасап жүрсіз? Мен үйдің жалғыз асыраушысымын. Қолымда 2 балам, 2 анам бар. Онда сізді наубайхана меңгерушісі қызметіне тағайындайын. Жалақысы жоғары, бірақ 2 есе жұмыс жасайсыз. Ойбай, Хадиша, шәкәрім жоқ, таппай жатырмыз. Шәкірім, қайда болды? Біз сені барлық жерден іздедік. Ағам маған көлік жүргізуді үйретті. Енді олай, ескертусіз кетуші болма. Апа, амансыз ба? Сізге бір бұйымтайым бар еді. Білесіз, 7 балам бар, жалғыз өзімнің тапқаным жетпей жатыр. Сіз жұмыста болғанда 1-2 бөлке нан алып тұрсам бола ма? Бауырым ау, сол да сөз болып па, әрине алып тұр. Жақсы апа, онда мен жұмыс аяғы соғайын. Хадиша, мына ер адам кім? Бұл менің руласыным ғой, апасын паналап келген ғой. Апа, біз келдік. Келе ғой, айналайын, ыстық нанды қапқа салып дайындап қойдым. Велосипедті қайдан алдың? Дүкеннен барып сатып алдым. Қандай ақшаға алдың? Сандықтағы ақшаны ұрлап алдың ба? Хадиша, не айғай? Неге ұрысып жатсың балаға? Апа, мынау ол ұрлық істеп үйреніп жүр. Сандықтағы азғантай ақшаны ұрлапты. Әй қарағым, тиіспе балаға, кесінен қалды жалғыз тұяқ. Сен ащы судан ішкенсің ба, балам? Сіз жұмыста болғанда үнемі осылай ішіп келеді. Ағаңда қолтықтап үйге кіргізде орнына жатқыз. Кешегі қылың не? Елден жұрттан ұят емес па? Мен сені бір жағыма шығып қолғанат болып, үйленіп адам болама десем. Қайта өзіме масыл болдың ғой. Өзім білемін, басымды қатырмаңдар. Жалғасы бар. Маған тіркелуді ұмытпа.